Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай, келіп жеткен жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Бүгін біз дәл осындай пингвин білезігін бірге жасаймыз. Достар, сіздердің маған жаңа жылға деген сыйлықтарыңыз болсын. Менің каналыма тіркеліп, лүпілдеріңізді басып, пікірлеріңізді міндетті түрде астына жаза кетіңіздер. Ендеше менімен бірге құралдарыңызды дайындап, жайғасып отырып алыңыздар. Бізге қажетті заттар: 4 түрлі түсті бисер, ең көп қолданылатыны көк түс, және де жіп, міндетті түрде жіп-жіңішке ине бисер өтетіндей болуы керек, және де қайшы. Сосын алдын ала дайындалған кесте болуы керек. Сосын міндетті түрде қатты кітап болуы керек. Ең бірінші жібімізді аламыз. Кітапқа дәл видеода көрсетілгендей айландырып ораймыз. Бізде бұл 12 бисер өтетіндей болып оралуы керек. bensound.com bensound.com Сосын жіптерімізді біркелкі қылып жинақтаймыз. Мінекей 12 бисер өтетіндей 13 жіпті айландырдық. Екі жақ шетінде екі жіптің ұшы бар. Сол екі жіптің ұшын тартсаңыздар, жібіміз қаттырақ болып қатаятын болады. Ол бізде жұмыс жасау барысында керек болады. Келесі инеге сабақталған жібімізді аламыз. Барынша ұзынырақ алыңыздар. Сосын бірінші тұрған жіптен өткізіп алып, ұшын байламайсыздар, сабақтамайсыздар. Тек қана бір жақ ұшын осы жіпке апарып байлаймыз. Одан кейін инемізге тура видеодағыдай менімен бірге қайталап бисерлерді тізіп шығасыздар. Ең бірінші 12 көк түсті бисерді тізіп, инемізді керілген жіптердің ең астынан өткіземіз. bensound.com Сосын кейін әрбір бисерді әрбір жіптің орталарына асықпай тізіп шығамыз. Инемізді бисерлердің ортасынан өткіземіз, бірақ та мына керілген жіптер ол иненің астыңғы жағында қалуы керек. Сол жағына мұқият зер салыңыздар. bensound.com Сосын әрине осы іс-әрекеттерімізді қайталаймыз. Тек бисерлердің түстерін мен видеома қарап, дұрыстап санап орналастырсаңыздар, өте керемет білезікті дайындайтын боласыздар. Іске сәт! bensound.com bensound.com
міне достар, білезігіміз дайын болды. Егерде ұнап жатса, лүпілдеріңізді басып, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар.